Бәріңе сәлем. Сан-Диегода көптен күткен ауқымды Комик-кон фестивалінде Marvel эпический өте қызық көптеген жаңалықтармен бөлісіп, біраз анонстар жасап, фанаттарын бір қуантып алды. Еске сала кетсе, Marvel'дың екі панелі өткен болатын, яғни анимациялық және кино панель. Анимациялық панельден бастасақ, Человек-паук Первый год мультсериалының жаңалықтары. Сюжеті Первый мститель противостояние фильміне дейінгі уақытты қамтиды. Бірақ та оның основной әлемдегі паукке қатысы жоқ. Себебі бұнда оның наставнигі Тони Старк емес Норман Осборн болады. Сонымен қатар сериалда Доктор Стрэндж бен Мэтт Мёрдок те күтілуде. Ал премьерасы 2024 жылға жоспарланып, бірден 2 маусымға ұзартылған. Келесі «Что если» мультсериалының екінші сезоны келесі жылдың басында шығады. Комик-кон фестивалінде алғашқы тизері де көрсетілген. Екінші сезонда бізді келесідей сюжеттер күтіп тұр. Хеланың оқиғасы, Мандарин мен Одиннің шайқасының оқиғасы және де Капитан Картер мен Зимний солдаттың кездесуінің оқиғасы. Ал Marvel зомби анимациялық сериалы TVMA рейтингін алады. Яғни 18 жасқа толған көрермендерге арналып, ең қызығы бұл жоба «Что если» мультсериалындағы зомбилерге арналған серияның жалғасы болады. Ал премьерасы 2024 жылға жоспарланған. Сонымен қатар Люди X97 мультсериалының материалдары да көрсетілді. Ал кинопанельге келетін болсақ, Marvel анонс алған және де нақты даталары белгілі болған жобалармен таныстырып өтті. Громоверші фильмі 2024 жылдың 26 шілдесіне жоспарланған. Менің ойымша барлығына сюрприз болған Капитан Америка Новый мировой порядок фильмі 2024 жылдың 3 мамыры. 18 эпизодтан тұратын Сорвиголова Рожденный заново сериалы 2024 жылдың көктеміне жоспарланған. Фантастическая четверка фильмі 2024 жылдың 8 қарашасында шығып, 6 фазаның алғашқы жобасы болады. Blade фильмі 2023 жылдың 3 қарашасы. Келесі Человек-муравей и аса Квантамания фильмі туралы жаңалықтар. Фильм 5 фазаны бастап береді. Ал сюжеттің өте көп бөлігі квантовый әлемде өрбіп, фильмде ресми түрде Мотог атты персонаж болады. Ал Стражи Галактики 3 фильмінің жаңа ақпараттарына келетін болса, фестивальға келген фанаттарға Опустошитель Гамора, Высший эволюционер және де Адам Уорлок қатысқан алғашқы трейлері көрсетілген. Ал Мария Бакалова Моукап технологиясының көмегімен Космо атты персонажды сомдап дыбыстайды. Гамора Опустошители командасының лидері ретінде болады. Сонымен қатар фильмде Малыш ракета төбе көрсетеді. Картинаның премьерасы 2023 жылдың 5 мамырында күтілуде. Көбісіне ең әсерлі болған ол Черная пантера Ваканда навеки фильмнің трейлер деп ойлаймын. Фильмде боладау деп көптен болжап жүрген Неморды көрсетіп растады. Және де соңындағы Черная пантера кім деген үлкен сұрақ белгі қойып берді. Менің ойымша ол әрине Шури, бірақ та ол уақытша. Орны бөлек Тонидің ізбасарында көрдік, яғни Рири Уильямс Железное сердце. Минусы әрине мықты актер Чедвик Боузманның болмайтыны. Ал Женщина халықтың жаңа трейлеріне келсек, ол стандартты ерекше ештеңе жоқ. Тек Вонок пен Сорвиголованы көрсеткені болмаса. Және де ең басты вишенка на торте сага мультивселенной. Marvel кино әлемінің 4 пен 6 фаза аралығы дәл осылай аталады. Ал соңы Мстители командасы туралы 2 фильммен аяқталып, бірінші, яғни Мстители Династия Канга фильмі 2025 жылдың 2 мамырында шықса, екінші, яғни Мстители Секретные войны бөлімі сол жылдың 7 қараша айында жарық көреді. Ең өкініштісі Кевин Файге бұл фильмдердің режиссері ағайынды руссолар болмайтынын мәлімдеді. Және де Женщина халық пен Черная пантера 2 жобасымен 4 фаза аяқталады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап кетсең жеткілікті. Және де өтініш инста профиліме өтіп, бәріміз тіркеліп кетсек, вообще күшті болатын еді. Әзірге осы, назарларыңа рахмет.